Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздермен өзім заказға пісіріп жүрген красный бархат тортының рецептісімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге керегі ұн, сливки, сұйық май, айран, какао, қант, жұмыртқа, ұн, разрыхлитель және де қызыл краситель. Қызыл краситель гелевый немесе менікіндей индийский сухой краситель қолдансаңыздар болады. Ең алдымен барлық ингредиенттерімізді ыдысымызға салып, үстінен красителімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерлегеннен кейін дайын тестамызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Менде 350 граммнан шығады тестам. 350 граммнан бөліп алғаннан кейін осылай мен сияқты разъемная формаға немесе өздеріңізде бар формаға құйып пісіріп аламыз. 200 градуста 10 минут пісіремін. Енді кремін дайындаймыз. 600 грамм творожный сырға 140 грамм қант салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Да, однородная масса дейді ғой. Содан кейін үстінен салқын клейгейімізді құямыз. Менде 33%-дік молочный гостиниц деген сливки. Мінекей креміміз дайын біздің. Енді бізде 4 корж шықты ғой жаңағы сол бір коржымызды алып жақсылап үгітіп аламыз. Мен сияқты блендермен үгітсеңіздер болады, немесе қолмен де үгітіп алуға болады. Енді тортымызды жинай бастаймыз. Ең алдымен подложкамызға кішкене шамалы крем жағып, үстінен бірінші коржымызды саламыз. Мінекей осылай мен одноразовый пакетикқа, мешочекқа салып алам кремімді, сосын осылай отсаживать етемін. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Екінші коржымызды салып кремімді жағамыз. Және де үшінші коржымыздың үстіне шамалы крем жағамыз. Қазір біз крошкамызды жабыстырғанға ыңғайлы болу үшін. Мінекей жаңағы 4-ші коржымызды осылай блендермен үгітіп алам. Маған блендермен үгіткен ыңғайлы, себебі однородный болады крошкаларымыздың барлығы. Мінекей толықтай красный бархат тортымыз сыртына осылай крошкамызды барлығын сеуіп шығып, үстін қандай фантазияларыңыз бар, солай өздеріңіз әрлесеңіздер болады. Мен үстіне жай бусинкалар қоя салдым.